аналар, құрметті ұстаздар, гүлдей құлпырған қыздар, барлығыңызды асыға күткен көктемнің алғашқы күндерімен бірге 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтаймыз. Бұл бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді тербеткен аналар мен нәзік жандары қыздар қауымының төл мерекесі. Ана десем, шешек атып жанары, өмірімнің бастау алар ажары. Ана деген тіршілікке пана болып, әрбір үйде жұлдыз болып жанады. Дей отырып, 5-ші Б сыныбының оқушыларын ортаға шақырамыз. Самат әдемі, Мұрат Мейілбек, Сапарбай Нұртас. Елестек Беган, Қалдай Сыпат. Бесеғали Шыңғыз, Әлиева Әсел. Байзолла Бегені, Бегені Сымбат. Сарқараев Жанарыз, Уайхан Жасмин. Шалқын тасып әніміз, шадырасын жанымыз. Ана сені құттықтап, әнге деміз, бәріміз. Дей отырып, алғашқы мерекем құттықтау сөзді мектебіміздің оқушы жөніндегі орынбасары Бұлардың қауымға аяғайға және ата-аналардан Қуанбаева Клара апамызға сөз кезегін береміз. Құрметті ата-аналар, ұстаздар және біздің оқушы балаларымыз. Міне халықаралық дүниежүзілік деп айтамыз 8 наурыз әйелдер мерекесін шын жүректен құттықтаймыз. Біздің мына Болашақ мектебінің ұжымынан сіздерге әйелдер қауымына әрқашан жақсылық, тыныштық, алдарымыз өтіп ел басқаратын азамат болсын. Осы дүниедегі барлық жақсылықты аналарға тілеймін. Жақсылық болсын. Жылдан жылға наурыз 8-ші наурыз мерекесін тойлап қуанып жүре беріңіздер. Шаттық, береке барлығы сіздерде. Жақсы. Саламатсыздар ма деймін, мына мектеп ұжымы ата-аналар атынан сөз беру қажет, айналайын шырағым, рахмет сөз бергеніңізге. Не дейміз? Күлімдеп, қызғалдақтарын дірілдеген, қуаныш келе берсін, күлімдеген. Мен сіздерге бақыт тілеп құттықтаймын. Бүгінгі 8-ші халықаралық әйелдер күніменен алтын да тас, тас да тас, жақсыны жақсы тастамас, бәрінен де керегі қосыла берсін. Бастарыңызға бас, жастарыңызға ұзақ-ұзақ жас дегім келеді. Мектептегі директорлеріне, оқытып жатырған оқушылар, балдарымызды оқытып жатырған, немерелерімізді оқытып жатқан мектеп ұжымының бәріне тілерім, мұғалімдеріне, ұстаздарына, соларға тілерім, өмірлері өрлей берсін. Мына біздің болашағы, бала болашағымыз дейді ғой, осы болашағымыздағы жақсылап тәрбие беріп, қайтпайсыз қайрат, қажымас еңбек тілеймін соларға. Рахмет сөз беремін. Рахмет сіздерге де әдемі ақ тілекті айтып отыр, қабыл болсын. Осымен ары қарай енді ашық деп жариялап алдық. Осымен ары қарай біз тізгінді өзіміздің шәкірттеріміз Уайхан Ислам мен Валерия Ардановаға береміз. Баршаңа құтты болсын мерекеңіз, әрқашан анасыздың берекеңіз. Ақтасақ ақ сүтіңді асыл анам, сонда біз кісілікке теңелеміз.
қошеметтеп ортаға шақырамын.
беруге деп ақын ағаларымыз жырлаған кезекті мың бұралған бишілерге береміз. Ортада үндемей қол соғып қошеметтен қарсы алыңыздар.
тұрсаңыздар шапалақ ұрып. Иә. Жоқ қой шапалақ қазір. Қыздарымыздың мерейін көтеріп отырыңыздар. Мұхаммед пайғамбар айтқан, жәннат аналардың аяғының астында деп. Ислам діні әйелдерді ерекше құрметтейді. Егер де бір үйде қыз бала дүниеге келсе, береке, молшылық, бейбітшілік болады, анасы қуанышы келеді дейді. Кешілер бар бізде қыздар мен ұлдар тобы. Мерекеге өнерімен келген бүгін таң қалдырып, қанекей би билеші, қол соғып, демеу берсе көрермендер деп кезекті флешмоб бес бар жігіттері қарсылайды. Bilgende sımbat, hepseden yetmek, körpebay ayarı, ozay sımbatta karşılayıp, dağısına seyisініп, tamsanayıp, ерке kızlardım, ұлдың талантына тәнсі болып, бақалайып, жұмыла, қол соғайып.
Сен бақыттысың, жылама, жай жаратқанда да жылама, тәңірге менен ой сұраған, сондықтан да жылама, бар ма ой түрімін қой қасындамын, өлмеймін мен өзіңде астындамын, таусылып өз өзіңнен шашылмақ, байырғы берекеңді қашырмақ, мен қанықпын сенің көз жасыңа, өзім кепіл тозбасыңа, 200 жастан шыққан бірін арнап, ана деп жазам ылғи сөз басында, тәңірім кешек жүрсін кесіріңді, аспанға жазам сенің есіміңді, ана сен бақыттысың, тербете бер, құбан алған елген бесігіңді. Құдашым саған ғана табынамын, шалғай кетсем қасынан сағынамын, көңілсіз боп мұңайып жүргендегі жарқыраған күн боп жағыламын. Анашым, сен жоқ жерде бір өзім жабығамын, аман болсын деп анам жалынамын, ақ анам жүре берші жанымызда, өзіңсіз бар қызықтар жалығамын. Мерекеміз бүгін қызғалдақтар қыздар қашып тұрсын алшы тұрсын асып, сіздерге айтар мынау мерекелік тілек, әр таңдарың атқан, бақыт берсін бақтар, құрастырсын Құдай, табысыңды тапқан. Бәрі ана. Бәрі де бір өзіңнен басталады емес пе өте? Көңілін алатаудың ақ қарындай, мейірімін күннің шуақ-шақтарындай, қалайша аяулана тырналарымын, ән болып сағыныштан ақтарылмаймын, деп абзал жанды аналар мен қарымыздың қыздарының құрметіне Жаңбырбай Нұролланың орындауындағы әнімен сахнаға төріне шақырды. Аяулым
күндүмдүк колдоптасың. Еңістей тербетіліп көлбетінде, бейшілер билеркетті тербетіле, ақудай қалықтаған теңіздегі бейшілер өнерлерін көрсетуде. Дей отырып, келесі кезекті өзбек бейне береміз. Қол қошемет деп отырыңыздар. Көктемнің мерекесі бүгін анық, өмірдің көктеміне гүлі аналар, ана деп бас иеді күллі халық. Ән Бәрімбай Ақталған анашым атты әнін қошеметтеп қарсы алыңыздар.
Ең керек өтсің. Мына біздің алан ислам бен сияқты. Міне доп кеватып былай сіз. Ал сіз болса бәріне қарай. Дәл осындай көңілмен біз бастаймыз. Предложение учит сяп. Көрейік Маша мен Аю. Не керек бар? Қуанышы ол. Өшпейді ғой. Маша тұрмысқа шығып кетті. Дәл осы жағдай бір жыл өткен соң. Телефон тұрмас қойсын. Неге досым қуанышысың ғой? Маша қайтып өлдегі. Не қылды? Баласымен бірге үстіме кетті. Камераны өшіру керек па? Көрейік, әр ұлттың салты басқа. Камераны өшірсең сұрамай қаласың. Жерде жоқ па? Жоқ. Ішінен не өшіру керек та? Жаңа түсіргенше. Өзбек хатында қалай болады? Ой, мама, көмектесейік. Оғлым жүр больница. Тіл хатында қалай болады екен? Açın! Ал біздің сатымыз қазақ. Қазақ хатында қандай болады екен? Айбай, мама, қуаныштым. Сонымен көреміз, экстрасенс. Қалай өшір? Сонымен біздің бірде көріпкел ханым, келіңіз. Сонымен сіздің шығым істеріңіз осындай ма? Сас кетті. Атөткен ма? Сіз немен айналысыз? Мен сосын ұрланған заттарды тауып беремін, ұрлаймын, қайттан беремін дегенде сол. Сіз тәуіп жүрсін дейді ғой. Армақпен сөйлесіп дейді. Айтеді, бірақ шал бар. Сізге сенбейтін бір адам бар. Шақыр. Мен сізге сенбеймін, халық сенбеңіздер бұған. Мен бұларға жаңа рахмет
Алайсың болсын көңілім жоқ па? Әйел бұл күнде ұрса береді, ананы істемейсің, мынаны істемейсің деп тисе береді. Маркетте сатып жүрсей? Маркеттен хабар алу керек. Алам. Бұны. Амай бұны. Сонымен көреміз достар, барлаш күнде қолына тұрмай жатқан бала. Экспода болған жағдай. I'm sorry, Мұхтабай! Красавчик! Біз осымен шағын жайдырмамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мерекеге арналады бүгін билер, көтерілсін қанекей көңіл билер, алдарыңызда қазіргі үнді билер, таң қалдырып қанекей би билер демекші, енді кезекті би тыныш болып қаулаңыздар. Қошеметтен қосылып отырыңыздар. Қатты жүрді ғой. Үнді де айтып қойдым.
сұраймын. Маған Алла бала сыртында ниетін жүргенін сұрады. Әлі кішкене Қайта анам беруді анам мен деген бақыттарымды қалмай үш жыл деген 8-ші наурызыңыз құтты болсын анашым. Анашым, менің осындай жетістіктерге жетіп жатқан сіздің ақаңыз. Бүгін сізді мен 8-ші наурызыңызды құттықтаймын. Әрқашан осылай дауыс жайлап күте жүріңіздер. Анашым, сізді мақтанам, 8-ші наурызыңыз құтты болсын. Оқушылар, енді аналарыңызды барып құттықтайық. Құттықтаймыз! 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 көктем мейрамы. Барлық әйелдер құттықтаймын, соның қатарында сізді ерекше. Мына біздің балапандарымызды өсіріп, жаңағы еңбегіңізді аянбай қажымас қайрат етуіңізге Алла тағала жаңа қуат беріп, осы балалардың жақсы, абыройлы, кімнің кінәсі? Мәдина апайдың кінәсі деген атаққа атақ алуыңызға тілектеспін.